Педагогтердің тәжірибесін тарату мақсатында Алматы технологиялық колледжі педагогі Айтжамал Акимбековна Жұмабековнаның арнайы пән оқытушыларына арналған әдістемелік ұсыным оқу сабақ жоспарын құрастыру тақырыбында онлайн вебинар ұйымдастырылып отыр. Қазір сөз Алматы технологиялық колледжі педагогі Жұмабекова Айтжамал Акимбековнаға беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздермен өзім жазған арнайы пән оқытушылары мен жас педагогтерге арналған әдістемелік ұсыным бойынша тәжірибе алмаспақпын. Бұл ұсынымның атауы оқу сабақ жоспарын құрастыру. Арнайы пән оқытушылары, өздеріңіз білесіздер, өндірістіктен келгенде педагогикалық өтілі жоқ, педагогика арнайы білімі жоқ жас педагогтар. Ол кісілердің жастарына қарамастан жас педагогтер болады. Жаңа ол кісілермен қоса педагог қызметін бастаған жас педагогтерге арналған оқу сабақ жоспарын құрастыруға нұсқау. Әдістемелік ұсыным өзектілік, мақсаты мен өзектілігі. Ұсынымның мақсаты: арнайы пән оқытушылары мен жас педагогтерге күнделікті сабақты ұйымдастыруға және оқу сабақ жоспарын дұрыс құрастыруға әдістемелік көмек көрсету. Өзектілігі: жас педагогтердің дәстүрлі сабақ типтері мен оның құрылымдарын ажыратып қолдануы. Өздеріңіз білесіздер, арнайы пән оқытушылары алғашқы сабақ педагогика қызметі бастаған кезде ол кісілерге оқу сабағы жоспарын құрастыру өте қиыншылыққа түседі. Осы кішкентай болса да еңбектен өздеріне көмегін алса деген ойдамыз. Жас педагогтар негізінде сабақтың түрлерін шатастырады. Дәстүрлі сабақ, аралас сабақ. Осы шатастырмас бұрын осы ұсынысты өзім осы жас педагогтерге арнаймын. Қандай сабақ болсын, дәстүрлі сабақ болсын, дәстүрден тыс сабақ болсын, бірінші сабақтың тақырыбына қарай сабақтың мақсатын айқындау керек. Сабақтың мақсатын айқындаған кейін оқу сабақ жоспарын жазғаннан бастап сабақ аяқталғанша педагогтың көздеген мақсаты осы құрастырған сабақтың мақсатына жету. Ал сабақтың мақсатына жету үшін біздің алғашқы құрастырған оқу сабақ жоспарымыз дұрыс болу керек. Оқу сабақ жоспарының үлгісі, өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 20 жылғы 130 бұйрығында берілген нұсқау бойынша құрастырамыз. Бұл нұсқауда оқу сабақ жоспарының тақырыптық деректемелері деп айтамыз. Тақырыптық деректемелерде өздеріңіз көріп тұрғандай жалпы мәліметтер, сабақтың мақсаты, міндеті, күтілетін нәтижелер, ресурстар және ары қарай сабақтың барысы кетеді. Бұл тақырыптық нұсқасы қандай сабақтың түрі болсын, дәстүрлі сабақ болсын, дәстүрден тыс сабақ болсын, бәрінде бірдей жазылады. Оны еш шатастырмаған дұрыс. Ал енді ары қарай өзгеретін сабақтың барысы, бәрі біздің жаңағы беретін біліміміздің бәрі сабақтың барысында болады. Сабақтың барысын құрастырарда енді сабақ дәстүрлі сабақ па, дәстүрден тыс сабақ па, осыған көңіл бөлу керек.
мынау жаңағы көрсетілген, мына 130-шы бұйрықта көрсетілген нұсқау бойынша жас педагогтерге түсінікті болсын деп, әр деректемеге жұмыс оқу бағдарламасынан жаңағы сабақтың нәтижесі, күтілетін нәтиже, міндеттері, оқу нәтижесі қайда жазу керек? Осында кейде жас педагогтерді шатасып, білмей жатқан кездер болды. Сондықтан осы жерде міне бір көрсетіп тұрмын. Оқу жұмыс бағдарламасынан қай жерден қандай нұсқауды алып, оқу сабақ жоспарына кіргізу керек. Мысал қараңыздар, міндеттерге оқу бағдарламасынан осы тақырыпқа сай оқу нәтижесі еш өзгерусіз жазылады. Осы оқу нәтижесін жазғаннан кейін барып біз өзіміздің тақырыпқа сай сабақтың мақсатын шығарамыз. Енді нәтиже бізге керек, осы сабақтың нәтижесіне жету, мақсатына жету. Осы үлгі бойынша өзімнің бір сабағымның үлгісін, тақырыптық бөліміне үлгісін көрсетіп қойдым. Бұл сабақтың тақырыптық деректемелері, ол барлық сабақта бірдей болады деп қайталаймын. Енді басты бізді ұғым сабақтың түрі менен сабақтың типі. Жас педагогтер осы екі ұғымды бірдей ұғым қылып шатастырады. Сондықтан бүгін мен сіздерменен тоқталатыным дәстүрлі сабақтың түрлері. Дәстүрлі сабақтың түрлері бұл қатаң қалыптасқан кесте бойынша жүргізіледі. Дәстүрлі сабақтың типтерінде аралас, бұл мен шығарған типтер емес, бұл педагог ғалымдардың, Казанцев ғалым бар, Есипов ғалым бар, осы кісілер сабақтың типтерін нақтылап көрсеткен. Казанцевтың нұсқауы бойынша 9 тип берген, ал Есипов нұсқауы бойынша 5 тип берген. Екеуі бір-бірінен ұқсас. Мен сіздерге, қазір жас педагогтар, мен сіздерге колледж ауқымында, оқу үдерісінде жиі қолданылатын сабақтың типтерін ұсынып отырмын. Бұл бізде қолданылатын аралас сабақ, жаңа білімді игеру сабағы, қайталау сабағы, бекіту сабағы, білімді тексеру және бағалау сабағы, жалпылау және қорытындылау сабағы. Біз қолданатын жүргізіп жүрген сабақтарымыз. Енді бұл сабақтың типтері сабақтың құрылымына байланысты бір-бірінен ажыратылады. Сабақтың типін құрылым бойынша ажыратамыз. Сабақтың құрылымы нақты берілген 9 құрылым бар. Оны өздеріңіз жасап көріп жүрсіздер, бірақ та сол құрылымдар бір-біріменен плавно дейміз ғой, сабақтасып келу керек. Бірінші міне ұйымдастыру кезеңі. Құрылым дегеніміз кезең, жаңа этап деп айтамыз ғой сабақта. Ұйымдастыру кезеңі, мақсат пен міндет хабарлау кезеңі, білім-білік дағдыны тексеру кезеңі, жаңа тақырыпқа дайындық кезеңі, жаңа тақырыпты түсіндіру кезеңі, түсінгенін тексеру кезеңі, бекіту кезеңі және соңғы 9-шы кезең қорыту, үй тапсырмасын бағалау кезеңі. Осы құрылымдардың, кезеңдердің қолдануына барай біз сабақтың типін ажыратамыз. Мысал айтайық, мынау аралас сабақта әріптестер, керілетін біздің типтеріміздің бәрі, осы 9 типтің бәрі аралас сабақта кездеседі. Аралас сабақ не қып атап болса, өзінің сол сабақтың типінің өзінің атауына қарай аралас сабақ. Бұл жерде, бұл сабақта үй тапсырмасы тексеріледі, жаңа сабақ беріледі, оны бекітеміз, пысықтаймыз. Жалпы осы құрылымның бәрі бір сабақта, аралас сабақта кездеседі. Мынау сіздерге ұсынып отырған, жас педагогтерге ұсынып отырған аралас сабағының дайын шаблоны десем болады. Дайын шаблон деп айтатыным, осы сабақтың әр типі бойынша осындай шаблон жасап сіздерге ұсынып отырмын. Бұл жерде мысалы қараңыз, міне 9
сабақтың 9 құрылымы жазылған. Әрине сіздерге мына жерде оқу сабағын жоспарын жазып жатқанда жолақтар жетпей жатса, өзіңіз қоссаңыз болады. Міне, ұйымдастыру кезеңі, психологиялық ахуал ұйымдастыру кезеңіне қосамыз. Сабақтың мақсаты мен міндетін баяндау, жалпы қайталау, үй тапсырмасын тексеру, жаңа тақырыпқа дайындық, жаңа сабақ түсіндіру, түсінгенін тексеру, пысықтау, қорыту, үй тапсырмасы бағалау. Бұл аралас сабақтың құрылымы. Ал енді келесі жаңа білімді игеру сабағының құрылымы. Жаңа білімді игеру сабағының құрылымының ерекшелігі, әр сабақтың типтің өзінің ерекшелігі бар. Бұл жаңа білімді игеру сабағының ерекшелігі, бұл жерде біз үй тапсырмасын тексермейміз. Үй тапсырмасын мүлдем балалардан сұрамаймыз. Бұл, қараңыздар, міне бұл сабақтың құрылымы. Ұйымдастыру кезеңі. Мақсат пен ұйымдастыру кезеңде енді өздеріңіз білесіздер, жаңағы амандасу, хабарлау, психологиялық ахуал жүргіземіз. Мақсат пен міндетті хабарлау. Мақсат пен міндетті хабарлауда тағы да бір жас педагогтерде кездесетін қателік, бұл жерде сіз бүгін алатын сабағыңыздың мақсатын айтпайсыз. Мақсат пен міндетті хабарлауда сіз бүгін сабақтың бір 90 минут сабақта боламыз, осы 90 минутта білім алушылармен бірге не істейміз, сабақтың мазмұнын айтамыз. Келесі, білім мен дағдыны тексеру. Бұл үй тапсырмасын тексеру емес. Бұл жерде біз жалпы балаларды сабақ бойынша, пән бойынша, соңғы алып жатқан тақырыптар бойынша білімдерін жалпы, мысалы, миға шабылу әдетімен ба, басқа әдістермен тексереміз. Жаңа тақырыпқа дайындық. Мотивация дейміз ғой. Жаңа тақырыпқа дайындықта енді жас педагог оқытушыларға айтарым, бұл жерде бірде, мысалы, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мынандай деп айтып қойсаңыздар, онда балаларға ол қызық болмай қалады. Білім алушылар өздері, мысалы, сіз жеткізсеңіз сол сабақ, біз мынандайды осылай бүгінгі күнменен байланыстырып, өмірмен байланыстырып, олардың алып жатқан мамандықтарына осы сабақтың, осы тақырыптың қандай әсері тигізетінін айта келіп, өздеріне тақырыпты таптырсаңыздар, ол бала, ол білім алушы ол тақырыпты ешқашан ұмытпайды. Бұл мотивация. Ал сабақ жаңа тақырыпты түсіндіру. Жаңа тақырыпты түсіндіруді енді өзіңізді қалаған қолданатын әдістеріңізбен сабақты түсіндірдіңіз. Одан міндетті түрде түсіндіріп болғаннан кейін, міндетті түрде білім алушылардың сабақты қалай түсінді, осыны тексеру керек. Оған сіз әрине жаттығу дайындайсыз ба, жоқ әлде өзіңіз әрекетіңіз бойынша дайындап келген тапсырмаларыңызды ұсынасыз. Білім алушылардың түсінген тексеріп болғаннан кейін бекіту кезеңі. Осы бүгінгі тақырыпты студентіңіз қалай түсінді? Міндетті түрде сабақты тақырыпты бекіту керек. Бекіттіңіз, түсінгеніңізге көз жеткіздіңіз, одан кейін барып үй тапсырмасымен бағалауға кірісесіз. Ал енді қазір осы тақырыпты құрылымдардың бәрімен жұмыс жасап, біз білім алушылармен жұмыс жасап, аудиторияға жұмыс жасап отырған кезде, тек қана бағалау әдісі мен соңында деп ойлау керек емес. Әр кезде балаларға формативті болса да, оларға көңіл қойып отыруыңыз керек. Мынау жерде міне дайын шаблон. Бұл шаблон арнайы жаңа білімді игеру сабағына дайындалған шаблон. Осы шаблон бойынша сіз өзіңіздің сабағыңыз тақырыбыңызға жаңа білімді игеру болатын болса, осы шаблонға салып оқу сабақ жоспары жазсаңыз болады. Келесі қайталау сабағының құрылымы. Міне қайталау сабағының құрылымы ұйымдастыру, сабақты хабарлау, білімді тексеру, материалды пысықтау және қорыту құрылымдары бар. Қайталау сабағының ерекшелігі, әр типтің өзінің ерекшелігі бар. Бұл қайталау сабағының ерекшелігі, бұл жерде жаңа тақырып берілмейді. Арнайы кеше берілген, алдыңғы сабақта берілген үй тапсырмасы тексерілмейді. Бұл қайталау сабағы жалпы тарауды қайталауға ұсынылады.
Осы қайталау сабағының құрылымына қарай, міне қайталау сабағының шаблонын сіздерге ұсынып отырмын. Осы қайталау сабағының құрылымына қарай жоғарыда айтқан жаңағы білімді бағалау және жалпы қорытынды сабағы да осы қайталау сабағының нұсқасы бойынша, осы шаблон бойынша жазылады. Келесі, бекіту іскерлік пен дағдыны қалыптастыру сабағының құрылымы. Бұл сабақта, бекіту сабағында, іскерлік дағдыны қалыптастыру сабағында ерекшелігі, біз кейде тақырыпқа бізде 4 сағат немесе 6 сағат берілуі мүмкін. Сіз алдыңғы сабағыңызда 2 сағат осы тақырыппен жұмыс жасадыңыз. Енді сіз осы сабақты ары қарай жалғастырасыз. Мысалы айтайын, мен қазақ тіл сабағында, мысалы айтайын, Бердібек Соқпақбаевтың 16 жас чемпионды әңгімесін талдау бізде берілді. Осы сабаққа 4 сабақ берейік. Бірінші алдыңғы парда біз Бердібек Соқпақбаевтың авторы туралы айттық, жаңағы жалпы әңгіменің құрылымы туралы айттық. Ал екінші сабақта біз осы бекіту сабағын аламыз. Бекіту сабағында біз әр кейіпкерге тоқталып, шығарманың мазмұнына ары қарай тоқтап, біз осы сабақты нықтап бекітеміз. Сондықтан ол сабақтың аты бекіту іскерлік дағдыны қалыптастыру деп аталады. Міне бұл жерде бекіту сабағының сіздерге шаблонын ұсынып отырмын. Енді сіздерге айтайын дегенім, жас педагог мамандар, егер сіздерге осы айтып отырған менің ұсыным немесе беріп отырған шаблондар қызықтырса, немесе әр тип бойынша, бұл әр сабақтың әр типі бойынша дайын жасалған шаблондар. Осы шаблондарды сабағымызда қолданамыз, іске ары қарай бізде жалғастырамыз деп айтсаңыз, қалауларыңыз болса, біз сіздерменен бөлісуге дайынбыз. Жас педагог мамандар, педагог қызметін таңдаған екенсіз, сіздер ешқашан үйренуден де, үйретуден де жалықпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сіздерге тыңдап тұрмын. Назарларыңызға рахмет. Бұл сабақтың типтері. Бұл сабақтың типтері бұрыннан келе жатқан, қалыптасқан сабақтар. Қазір кейде қарасақ, оқу сабағы жоспарларын кейде қарағанда шатасып кетеді. Сосын осы тақырыпты таңдадым. Рахмет назарларыңызға. Это для этого, что ли? Рахмет, Айша Кимбековна. Рахмет, сізге де рахмет. Жақсы, рахмет сіздерге тыңдап отырғандарыңызға. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Бұл былай келгенде қатты бір жаңашыл емес педагогикада. Бар зат қой, бұрыннан келе жатқан. Бірақ та соны әдемілеп мен шаблонға салып, жас педагогтарға ұсынып отырмын. Бұны группаға жібере аласыз ба? Жарайды, жақсы. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Ал құрметті әріптестер, Айша Кимбековнаға сұрақтарыңыз болса, әріптестеріміз чатқа жібересіздер ме деп ұсыныс білдіріп жатыр. Сіздерге чатқа жіберілетін болады. Тыңдап тұрмыз, сұрақтарыңыз болса. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда вебинарымызды аяқтайық. Айша Кимбековнаның телефонын жібереміз чатқа. Сол жерден ол кісімен хабарласып, кері байланысқа шықсаңыздар болады тағы да.